Ал енді біз өзектердің атақты жері Бесқазанға келдік. Тот жүріңдер. Ясик. Ачығын дұрыстап тағы басы балам. Туат. Жүре ғой. Жүр. Бесқазан дей ма? Бесқазан. Жүре ғой балам. Адам көп. Қазақстанның машиналары өте көп екен негізі. Біз сияқты келгендердің адам саны көп екен негізі мереке қарсаңында. Мынаның ішінде барлығын көзінше жасап жатыр екен. Көп шығайық сіздермен бірге. Mana палау, нан. Көз жауып отыр онан бәрі. Палауда көзінше істеп отыр. Бесқазан ресторанның поварлары живой көзбен істеп отқаннан кейін жегің келеді ғой бұны. Қазан қайнап жатқан палаулар. Керемет бәрі, самсаларымын. İşte барлығы очередь, неге очередьте тұрып жатқандарын. Мына қазанның үлкендігі. Бесқазан. Біз Диас пен Дулат Дина үшеуі Ташкентте, Бесқазанда мүлдем орын жоқ. Біз сыртта террасада жүрміз. Мүлдем орын жоқ. Іште айта алмаймын енді. Іші сырты толық. Адамдар келіп, біз сияқты келіп жеткен адамдар өте көп. Яс келе ғой балам. Ішінде де сыртында да мүлдем орын жоқ. Білмеймін, қалай отырып, қалай не істейтінбіз. Дулат, тоқтай тұра тұр. Келінде фотоға түсейік. Жақсы ма? Яс? Фотоға түсейік өзімізде. Дулат, бер кел. Бер кел, Дулат. Менің бота қандарым, менің қоса қандарым, мамасының жүрегі, Дулатайдан Дулатай, Ястайдан Ястай, Динанайдан Динанай дейді. Күн деген ыстық. Көпсі шлепка кетіп киіп апты. Бізде Алматыда ондай емес қой. Адам көп. Террасада көп. Ішінде де адам көп дейді. Динаға тақшы. Так Динаға. Так. Дина қарамаған. Динанай. Босайтын шығар енді бұйыртса. Күтіп отырмыз босаған. Елдің бәрі фотоға түсіп жатыр Бесқазан деп. Жеке өзің түсуге мүлде мүмкіншілік жоқ қой. Адам көп. Бесқазан іші деген адамдар көп. Яс, қайда жүрсің сен? Қайда келдік біз? Тамақ жеуге келдік, я? Біз кезек күттірміз ғой дастарханға отыруға.
Күте тұрыңыздар, қазір босасын деп жатыр. Мына башняға мінейін деп бара жатырмыз. Туристер өте көп. Астана екен. Бұл жақта жүргендердің 90% қазір қазақта шығар деп тұрмыз, күліп өзіміз. Суға жүріңдер. Оз диджитал дейді, диджитал. Негізі осының асты метро екен. На телебашняның асты метро екен. Қандай метро екен білмеймін. Челина. Ташкент телемұнарасы дейді. Біз Ақмешітке келдік. Ақмешіт деп аталады екен мына жер. Балапандарым жүр. Пантан деп барып жатады. Пантандар әлі қосылмапты. Ақмешіт деп аталатын үлкен мешіт екен, осы Ташкент қаласындағы. Ана башня. Біз жаңа сол жаққа барып келдік, ана башняға. Ішіне кірмедік, адам көп екен. Көргенде болады, кіріп қаланың толық бейнесін алатын. Ал бисмиллахиррахманиррахим. Негізі Ташкентке келсек те, біз енді өзіміздің машинамен келдік қой. Ощущение бір мәтте жүрген сияқты ғой. Қандай қала бөтен емес болып тұр да. Иә. Там халат оденьте. Мама. Абба, халат оденьте, нельзя. Мешіттің іші. Ауласы мешіт. Бір атиконы сүйіп беріп өтіп, ескермет екен. Мужской үйсіздер ғой? Мужской үйсіз ғой? Дулат, яс жүгірмейміз, балам. Жүгірме, ішке жүгірге болмайды. Бисмиллахиррахманиррахим. Ішке кіргізбейді екен ғой. Бұл жерден кіру мүмкін емес деп қойыпты. Яс солат жүріңдер.
Anашым бұл жерден кіріп мүмкін емес деп қойыпты, только ер кісілер намаз оқып жатыр. Ақмешіт, Ақмешіт деген жақсы негізі аппақ қана. Ішіндегі мына жерден кіргізбейді, басқа неден білмеймін, қай жақтан айналып кіретін. Бұл жерден кіру мүмкін емес, біраз бір. Ақмешіттен шықтық, енді Жасұлан бізді қайда апарады екен деп жүрміз. Қайда барамыз деп қоямыз ғой, машина мінген сайын. Менің жәннатым ғой.